Бүгінгі тақырыбымыз салауатты өмір салты. Мақсаты жас ұрпақтың салауатты өмір салты өмір сүруге көзқарасын қалыптастыру, олардың денсаулығын сақтауға, қоршаған ортаны таза ұстауға және жоғары сапалы білім алып, сол білімді келешектегі өмірінде пайдалана білуге тәрбиелеу. Кеттік. Ары қарай енді бүгінгі нәтиже бойынша қандай осы біздің тәрбие сағатымызда нәтиже күтіледі деп ойлайсыздар? Уақыттың мағынасыз тиімсіз өткізетін жасөспірімдер санын азайту болып табылады. Бірінші мақсатта уақытты тиімді өткізуге үйрену, дұрыс па? Тиімді дегенде бұл жерде салауатты өмір салты жағынан болып тұр. Тағы да қандай нәтиже күтіледі деп ойлайсыздар? Білімнің жетілуі. Онда кеттік, онда үкілім ары жалғастырсаңыз. Үкілімізге көрініп тұр ма? Апай көрініп тұр. Жақсы, жалғастырыңыз. Біздің елбасы айтқандай, салауатты өмір салтын ынталандыру, әрқайсымыздың дене тәрбиесімен айналысуымызға, дұрыс тамақтануымызға, есірткілерді, темекі, алкогольді тұтынуды қойып, тазалық пен санитария шараларын сақтауымызға кепіл бағытталған деп айта кеткен. Жақсы. Яғни біздің елбасымыздың өз жолдауларында әрдайымда, мысалға көптеген жолдауын бағдарламаларында бірінші орында балалар бізде білім алу, тәрбие, соның ішінде осы салауатты өмірді қалыптастыру әрдайым бірінші орында тұрады, дұрыс па? Мейрамбек. Байлығымыз екен туралы айтылған, сондықтан біз салауатты өмір салтымен ұстанып, қазіргі заман талаптарына сай өзіміз активный не болуымыз керек. Жас ұрпақ болуымыз керек. Дұрыс айтасың. Так, енді қазіргі кезде әлеуметтік экономикалық жағдай, тіршілік деңгейінің құлдырауы және экологиялық қолайсыздық Қазақстан өлкесінің бүкіл халқының, әсіресе өскелең ұрпақтың денсаулығына кері әсерін тигізуде. Қалай ойлайсыздар, қай жердегі мысалға көбінесе біздің отандастарымызға балалар осы денсаулығына әсер етеді, климаттар, онымен қалай күресу керек? Балхан, Мерей, сізде жауап бар ма? Мерей, сіз мені естіп тұрсыз да? Балхан, Мерей. Мерей. Кім естіп тұр, жауап бере алады сұраққа? Қай мемлекетіміздің қай жерінде балалар? Мысалға да біздің мемлекетіміздің қай жерінде қолайсыз денсаулық, мысалға да экономикалық, әлеуметтік жағдай адамның денсаулығына кедергі істеуі мүмкін. Сол жай айта аласыздар ма? Зауыттар орналасқан жерлерде көбінесе денсаулыққа зиян келтіреді. Және қалада көп көлік жүретін орындарда. Үлкен мегаполистарда. Енді біз өзімізді қала тұрғыны ретінде санап, өйткені біз көбінесе білім алған кезде қалада, колледжде боламыз, дұрыс па? Сол кезде қалай ойлайсыздар? Біз қандай затпен айналысуымыз керек осы мысалға? Сондайдан өз денсаулығымызды қайттан күшейту үшін, нығайту үшін не істеу керек? Азат, не істеу керек, қалай ойлайсың? Менің ойымша, әр апта сайын біз субботник жүргізу керекпіз. Естіп тұр ма? Тағы да, мысалға қараңыз, сол ЗОЖ болу керекпіз, яғни спортпен айналысу керекпіз, тағы да... Жақсы тамақтану. Сол? Қараңыз, мысалға... Таза ауада көп серуендеу, дұрыс па? Таза ауада көп серуендеу. Так, енді мына сұрақ керек емес деп ойлаймын. Біздің қаладағы басты проблема бізде таза ауа жоқ. Так, дұрыс не, балалар қараңыздар, денсаулықты сақтауға спортпен шұғылдану үшін біз зиянды әдеттерден аулақ болуымыз керек. Ол қандай зиянды әдеттер? Қандай зиянды әдеттер? Мейрамбек, қол көтеріңіз. Темекі шегу. Темекі шегу. Ішімдік ішу. Маржан айтып жатыр ма темекі шегу деп тағы да? Мерей, Балхан, Мерей, сен не деп ойлайсың? Ішімдік ішу, темекі шегу және де зиянды тамақтарын
Иә. Иә, мысалға зиянды тамақтарды да қолдану, мысалға да майлы тамақтарды қолдануда ол кейбір адамдар үшін әдетке айналып кеткен, иә, сол үшін олардың денсаулығы күрт Иә. төмендеуі мүмкін. Дұрыс айтасыз, Маржан? Бос уақытты тиімді пайдалану. Бағана біздің класс сағатымыздың, сынып сағатының басында, тәрбие сағатының басында шұғыл айтып кетті, иә? Бос уақытты тиімді пайдалану, жасөспірімдерді соған баулу деп. Оны қалай пайдалануға болады? Бізде осы Нүсіп Меруерт всегда айтатын, мен бос уақытында кітаптар оқимын деп, иә? Енді кім қандай қазіргі таңда осы қашықтан оқуға байланысты бізде бос уақыт кішкене көбейген сияқты, дұрыс па балалар? Иә, көбейді. Өйткені сіздер тапсырманы орындайсыздар, бересіздер, бұрынғыдай енді сіздердің жолға кететін уақыттарыңыз эконом болып жатыр, дұрыс па? Мысалға таңертең 6-та тұрып, олай келмейсіздер, 8-де тұрып қатыса аласыздар сабаққа, дұрыс па? Енді сонда 2 сағаттарыңыз, кемінде 4 сағаттарыңыз сіздердің бос қалып жатыр, жолда жүретін, дұрыс па? Соны қалай тиімді пайдаланудасыздар сіздер? Иә. Қалай тиімді пайдаланып жатсыздар? Азат, сен не істеп жатсың? Сен айтатын ғой, апа мен алыста тұрамын деп. Тағамдар жасап үйренеміз. Кім тағам жасап жатыр? Меруерт? Маржан, да? Маржан. Ау. Тағамдар жасаған өте жақсы. Сіз сонда қандай тағамдар? Бұл жерде салауатты өмір салтын ұсынатын тағамдар дайындайтын шығарсыз, надеюсь. Иә. Сіздер аспаздар болғандықтан бұл жерде попробовать етіп көрсетуге артық етпейді, дұрыс па? Әртүрлі тағамдарды жасап көріп, үйреніп, өз практикаларыңызды шыңдау сіздерге кедергі істемейтіні дұрыс қой. Так, тағы да кім басқа? Мейрамбек, сіз не істеп жатсыз? Мейрамбек. Закир Мейрамбек. Мен оқып жатырмын және оқып жатырмын. Оқып жатсыз да? Кітаптар, қандай кітаптар оқып жатсың сонда? Мен өзіме бір сайттан не сатып алдым, премиум подписка. Сонымен көптеген кітаптар оқып жатырмын қазіргі таңда. Молодец. Мен де дәл сөйтін. Менде 500 теңге берсек, саған 60 кітап береді. Мен соны сатып алдым да. Оқып жатырмын. Психологиялық кітаптар, мотивационный кітаптарды. Азат, сен не істеп жатсың? Азат, сен не істеп жатсың? Камерамен ойнап жатсың ба сен? Саған айнама камера? Азат, айт, сен не істеп жатсың? Мен кітап оқып жатырмын, ағылшын тілін үйреніп жатырмын. Тағы да спортпен айналысып жатырмын, ұйықтап жатырмын. Болды. Ұйықтама, ұйықтауға болмайды деп айттық қой біздер. Өкілімші жатыр екен. Мен апай денсаулығымды көтеріп, спортпен айналысып жатырмын, иммунитетімді көтеріп. Дұрыс айтады, қазіргі болса енді мына індет жалмаған заманда бірінші орында денсаулық. Діни экстремизм, мына жерде видео жіберген, енді видео материал, мне кажется, көрінбейтін сияқты шы. Қазір мен сіздерге видео материалды қосып көрейін, сіздерге көріне ме айтыңыздаршы? Жақсы, соны көрейік. Көрініп тұр. Аха. Ой, блин, зависает, конечно. Мистермін. Маржан ғой. Қазір видео бойынша сұрақ қоям соңында. Футбол. Иә, футбол ойна деп жатыр. Спортпен шығуды. Макс, крикеттесің ішіне. Той менде аппақ экран болып қалды ғой. Дұрыс тамақтану дейді. Белсенді бол, Мейрамбек айтқандай активті, белсенді бол керек. Иә, сол спортқа шығып, сол далаға шығасың, қайтадан кіресің бұл осы. Салауатты. Азат жасың не оқып кеткен?
сыпырып тастадың ба? Так, түсінікті иә. Енді балалар қараңыздар, бүгінгі мен қазір осыны жасаймын да, Дана сразу қайттан. Енді қазір балалар діни экстремизм жайлы айтайық, хорошо? Кеттік. Балалар, енді біздің бүгінгі табиғи сағатымыздың екінші жартысы бұл діни экстремизм жайлы айтылады. Қалай ойлайсыздар, діни экстремизм дегеніміз не? Дін арқылы террористикалық қимыл іс-әрекет жасау, яғни бәріне қалай айтсам жаман іс-әрекет жасау. Соғыс ашу дейміз. Олар соғыс ашқысы келеді, бірақ олар бірақ дінді пайдаланады сол соғыс ашу үшін. Бір повод керек қой соғыс ашу үшін, олар соғыс повод ашады. Дұрыс айтасыздар. Енді бұдан аулақ болу үшін да, бұндай жағдайға түсіп қалмау үшін біз қандай әрекеттер жасауымыз керек? Біз бұдан қалай сақтануымыз керек? Өкілім? Менің ойымша, бәріне сене беруге болмайды. Намаз оқитын болса да, оған сенуге болмайды деп ойлаймын. Аха, жақсы. Сақтану үшін. Намаз оқыса сене беруге болмайды деген ғой. Жоқ, Мен ойымша, өзінің дініне берік болу керек деп ойлаймын. Қандай? Бұл адамдар соғыс ашатын адамдар өзіне сенімсіз деп ойлаймын. Маржан, сен сондай адамдарға қандай кеңес беретін едің? Ақыры сенімсіз болса. Өзінің дініне берік болып, сенімді болғаннан кейін, бірақ іске асырса деп ойлаймын. Іске асырса дегенде, яғни бұл жерде басты ғой, бұл жерде мысалға діннің тиісу емес қой, бұл жерде ең басты мақсат. Бұл жерде апай қарасаңызшы, террористика кезінде бұл жерде басты мақсат ол прям дінге тиісу емес қой, бұл жерде чисто адамдарды қыру, өлтіру, яғни кішкене демографиялық жағдайды төмендету болып тұр ғой. Енді апай қарайтын болсақ, Маржан айтқандай дінге берік болу керек дейді, бірақ дінге берік болу үшін, мысалға, мұсылман тармағының өзінде, діннің өзінде 62 ма 70-ден астам тармағы. Сол тармақтың әрқайсысында бір жақсы тармағы мынандай критериялар бар. Мен білмеймін қандай тармақ бар екен. Мысалға, мешітке, мысалға, ең бірінші рет адам келеді ғой, намаз оқимын деп, кішкене Құдайға сенейін деп келеді, бірақ оны адамдар деп тұрады да намаз оқи алмайды. Сол өткен біреу адам келеді, соған айтады, мен саған намаз оқуды үйретейін дейді. И сол бір тармақтың бір анай вахабистік бір тармағын қосып береді, соны сақал өсіріп, короче, бычыс болып кетті. Вот. Сондай адамдарға айтар кеңесім, олар айтар кеңесім, олар айтар кеңесім, олар қараңыздар, келетін болса, ең бірінші рет дінге ұстанатын болса, ол бірінші бас муфти дей ма, андай бас имамнан барып сұрау керек. Аға, мен намаз оқиын деп едім, қай жерден оқысам бекен деген. Мысалға, имамдар біздің мешіттерде әрқайым имамдар бар, дұрыс па? Әр мешіттің өзінің сияқты имамы бар ғой. Ол имамдар жақсы жол айтады. Ал керісінше кейбір нелеріміз, адамдарымыз мешітке кірген кезде имамға емес, өздері басқа жаққа бет бұрып мысалғада, имам мешіттегі басқа бір адамнан кеңес алып кетіп жатады, сол үшін адасып кетіп жатуы мүмкін, дұрыс па? Тіпті мешітке бара жатқан жолдағы таксисттің өзінен басқандай мағлұматтар алып, соған сеніп кетуі мүмкін. Яғни сенімді болу үшін, балалар, сіздер сенімді болу үшін сонда немен айналысу керек? Ол жерде нақты дәлелденген ақпараттарды алу керек, дұрыс па?